Күре тамыр. Бұл кітапта халқымыздың салт дәстүр, әдет-ғұрып, ырым-тыйымдарының мағынасы жас ұрпаққа кеңінен түсіндіріледі. Осы арқылы бұрынғы жақсы мен бүгінгі жаңаны ұштастырып, ұлттық болмыстан айнымай, қазақы тәлім-тәрбиенің мәнін ұғындырады. Кітапта құрсақ шашудан бастап баланың алғашқы мүшеліне дейінгі аралықта салт дәстүр, жөн-жоралғылар барынша қамтылған. Күре тамыр деп қанды жүректен дене мүшелеріне тасымалдап таситын ең ірі, ең маңызды қан тамырды айтады. Күре тамырдың бітелеп қалмай, қызметінің жақсы атқарылуы адамның қалыпты өмір сүруінің кепілі. Сол секілді әрбір халықтың жеке атауды иемденетін ең басты белгісі, яғни жүрегі, тілі болса, сол тіл арқылы таралатын барша рухани құндылықтары ұлтты ұлт ретінде танытатын да, сақтайтын да күре тамыры. Бұл жөнінде қазақ халқының қаһарман батыр ұлы былай дейді: қай ұлттың болмасын ана тілі, ата дәстүрі, салт санасы, сол халықтың өзіндік қадір қасиетін, жан дүниесін, тұрмыс тіршілігін көрсететін төл белгілері. Олар бүкіл бір халықтың өмір жолында ғасырлар бойы мысқалдап жинаған рухани қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа қалдырған ардақ мұрасы. Онсыз қара шаңырағы бар, іргелі ел болып, бүтін ұлт болып қалу мүмкін емес. Ана тілі, ата дәстүр өзінен өзі жалғаспайды. Немесе біреу сырттан келіп сен үшін көсегіңді көгертіп, сақтап та бермейді. Халықтың өз бет-бейнесінен айырылуы не сақтап қалуы әрбір ұрпақ өкілінің өзінен кейінгі ізбасарларына бабалар аманатын қай сапада жеткізуіне байланысты. Бауыржан Момышұлы, 1973 жыл қарашаның 19 жұлдызы, дүйсенбі. Мен осы ата сөзін айтудан да, жазудан да жалыққан емеспін. Өйткені бұл ұлт тағдыры жайлы толғанып кейінгіге қалдырған өсиет, аманаты. Аманатқа адал болу парыз, ал парызды орындамасаң, мойныңа қарыз кетеді. Өз басым осылай түсінемін. Әр өзімді аманат арқалап жүргендей сезінемін. Сондықтан қарым-қабілетім жеткенше білгенімді кейінгіге айтуға, түсіндіруге тырысамын. Аллаға шүкір, мақтанғаным емес, мен уызыма жарған адаммын. Адам марқұм өмірден өткенше ұлттық дәстүр салт, қазақы үлгі өнегенің қылшығын қисайтпай берік ұстаған тегеурінді адам еді. Балаларын әсіресе бір топ ұлдың ішіндегі жалғыз қызы мен дәстүрмен ауыздандырып, тыйым-тектеумен тәрбиелеп өсірді. Одан кейін ұлттық құндылықтардың шежіредей білгірі қайнатамның тәлімін алдым, сол кісінің көрігінде шыңдалдым. Бұл күнде өзімнен кейінгі буынға, өкше басарларыма сөз арнайтындай азды көпті айтарым болса, сол ардақ кісілердің бойыма сіңіргені. Олар маған халықтың ортақ қазынасы, ұлттық қасиеттерді қадірлеуге, отбасымда қолданып сақтауға баулыды. Әне, сол естіген ұққандарым, көріп-біліп көңілге түйгендерімді осы кітапқа арқау еттім. Бұл мен ашқан жаңалық емес, тыңнан жол салғаным жоқ, барлығы ата-бабамның ұрпағына қалдырған асыл мұрасы. Мен тек баяндаушымын. Ұрпақ жалғастығы. Жас ұрпақ тәрбиесі бір сәт босаңсуды, бейқамықты көтермейтін тіршілік тынысымыздың аса өзекті тетігі болғандықтан ешқашан күн тәртібінен түскен емес. Бір баланы адам етіп өсіргенше бір шаһар опат болады, депті көне шығыс даналары. Осы салыстырудың өзі-ақ баланың шын мәніндегі толық адам болып қалыптасуы, қыруар тер төгуді, ауқымы кең, жауапкершілігі мол, еңбекті қажет ететінін ұқтырса керек. Адамзаттың мәңгілік парызы өмір тіршілік жалғастығының мұрат мүддесі болып табылатын бала тәрбиесінің қыры мен сыры жайлы бұрынды соңды аз айтылып кең жазылған екен жоқ.
Қазір ғалымдардың дәлелдеуі бойынша сәби жарық дүниеге келмей тұрып, ана жүрегінің астында жатқан кезінен тәрбиені қабылдайды екен. Басқаны қайдам, біздің қазаққа бұл жаңалық та, таңсық та емес. Олай дейтінім, докторлық кандидаттық атақтан ауылы алыс, жазу сызумен айналыспаған қарапайым әжелеріміз бүгінгі ғылымға азық боларлық талай кітапқа беломыртқа болатын үлгі-өнеге жөн жобаны қалдырған. Олар ұрпақ тәрбиесін перзент қамын іште жатқан шағынан бастауы керектігін табиғи сезімталдықпен ұққан, өмір тәжірибесі арқылы бұлтартпай болжаған. Іштен қыңыр туғанды тезге салсаң түзелмес деген көне сөздің қос қыртысты астары тәлім-тәрбие үлгісі тым ертеден басталатынын анық ұқтырып тұр ғой. Болашақ ананың сана сезімі, ой өрісі, дүние танымы, айналасымен қарым-қатынасы, реніш қуанышы, ішкен асына дейінгі тікелей іштегі шақалаққа беріліп, оның туа бітетін мінез-құлқының іргетасы ана құрсағында қаланатынын әжелер атам заманнан білген. Ана мен баланың арасындағы үндестік ананың аяғы ауырлағанынан басталатынын жақсы ұққан. Яғни, бала мінезінің қалай қалыптасуы ананың күнделікті тірлігіне, көңіл күйіне тәуелді. Егер ана көп жыласа, қамығып жүрсе, бала аурушаң, жасық, әлсіз болып қалады. Бұл шындық. Біз үнемі бас шұлғып сенетін ғылымда мұны дәлелдеп отыр. Сонымен, ұзын сөздің қысқасы, басқаны қоя тұрып ата-бабаларымыздан қалған ұлттық таным-наным, ұлттық жөн-жоба үлгілері, ұрпақ қамын ертеден бастаған әжелер ғылымына қайырылып, білгенімді айтып көрейін. Мүмкін бүгінгі ұрпақ жалғастығы оның тәрбиесінің де кем-кетігін толықтыруға септігі тиер. Ата-ана арманы. Қазақ ерекше балажан халық. Бесіксіз үйде береке болмайды деп, отбасының қызық қуанышын, береке құтын баламен байланыстырады. Балалы үй базар деп, баласының көптігінен үйі базардай шуға толып, мие ашып жатса да, ырым етіп баласының санын батырайтып айтпаған. Біреу сұрай қалса, Құдайға шүкір, біраз жаман қаралар бар ғой, деп сырғыта жауап берген. Ата-ана ұлы ер жеткенде отау көтеріп, оң жағын қызартып келін түсіруді армандайды. Тіршілікте жұмыр басты, тірі пенденің арманы таусылған ба? Келін түсіріп, басына бас қосылған соң, баласын қанаттандырған соң, енді оның баласын көруді көксейді. Бала балым, баламның баласы жаным, деп ерні тұшынып немере сүюді аңсайды. Жаңа түскен келінге қойдың ұлтабарын жегізіп, ырым етуі де сол ақ ниетті ізгі арманның бір көрінісі. Қариялар жас келіннің сәлеміне, өзге де келін құрметіне, көп жаса, үбірлі-шүбірлі бол қарағым, деп әжелер ұлтап, етегің баладан кеппесін, қазаның булы, жөргегің сулы болсын, деп бата беруі де адам өмірінде ұрпақтың қаншалықты маңызды екенін білдірсе керек. О дүниеге кетпей тынбайтын, өзекті жанның бұл пенниден ұтар не? Тіріңді көз нұрың, көңіл қуанышың болатын, өлгеніңде аруағыңды разылайтын, Құран бағыштап, отыңды өшірмей, түтініңді түзу шығаратын ұрпағың ғана. Өмір ақиқаты осы. Бұл қазақ айтқан түйінді сөз. Сөйтіп, келін түсіп бір тілегеніне жеткен тілеуқор ана, уақыт өткен сайын келіннің бойындағы жүріс-тұрыс, әдетіндегі кішкентай өзгерістің өзін қалт жібермей, оның себебін турасынан сұрамай, қамқорлығын жасай жүріп, бақылауға алады. Тек ене ғана емес, абысын ажындары, ауылдағы жанашыр аналар, жақсылықтың нышаны қашан байқалар екен деп қадағалап күте бастайды. Күндердің күні келіннің асқа тәбеті соқпай, қалтарысқа барып, лоқсып жүргенін көрген әйелдердің бірі оның енесіне келіп, келініңіздің құрсағы аққа жарыпты деп, немесе келініңіз ақ алғысы болыпты деп, келіннің толғағынан әдемілеп астарлап
жеткізеді. Қуанышты хабарды алғаш айтқан адамға жөн білетін ене көңіл ризашылығын білдіріп, құлақ сүйіншісін береді. Жайды ұғар жақсы ене күтіп жүрген жек жарды хабарды естіген соң ебін тауып, сәтін келтіріп, оның анық-қанығына толық сенімді болғанда, бір шаршы ақ орамалды қара шаңырақ аталатын сол әулеттің үлкен үйінің оң босағасына байлайды. Бұл тұңғыш перзенті бойына біткен келінді ата-баба рухы қолдап, қоршап жүрсін деп ізгі ниеттен туған ырым. Әрі келіннің ақ алғысты болғанын басқаларға да жеткізіп, жақсылықты жариялау. Сол ақ орамал белгісінен бастап, ауылдың үлкен кішісі келінге болашақ ана ретінде құрметпен қарап, көңіл демеуін, қол көмегін көрсетуді өздеріне парыз санаған екен.